сіздерді көргенімізге сондай қуаныштымыз. Айғанат Олимпиадасының жаңа маусымын рекордтық көрсеткішпен бастаймыз. Биыл Айғанат Олимпиадасына ауыл мектептерінде оқитын 64,000 сынып оқушысы тіркелген. Сәлем достар, жылдағы дәстүрімізді жаңартып, ауыл мектептеріне арналған қабырға газеттерін шығардық. Ал бірінші кезеңге дейін мектеп оқушылары, тьюторлар және Тимур секілді финалист волонтерлер Айғанат туралы ауыл мектептерінде ағартушылық жұмыстарын өткізді. Бірінші кезеңде айқанаттықтар оқу сауаттылығы, Логикалық ойлау, Математикалық сауаттылық, Қазақ тілі пәндері бойынша тапсырады. Осы кезеңнен сүрінбей өткен 10 000 бала облыстық кезеңге жолдама алады. Биылғы жылдың ерекше жаңалығы Айғанаттың баласы деп аталатын арнайы жаңа жобаны іске қостық. Бұл жоба әр облыстан шыққан Айғанат түлектерін, аламниктерді рол модел ретінде таныстырып, ауыл балаларына білімге ұмтылуға шабыт береді. Математикалық сұрақтар қиындау болды. Мен әлі өзім мамандығымды тапқан жоқпын, бірақ Айғанатқа оқуға түстім, маған көмектеседі деп ойлаймын. Жалпы бірінші тур мен үшін қиындау болды, сұрақтарды қиындау болды, бірақ мен өз білімімді қосып жауап беруге тырыстым деп ойлаймын. Айғанат Олимпиадасы маған бір сезім сыйлағандай болды, себебі Америкада оқыған баланы көріп, өзімде сонда шабыт алдым. Кішкене қобалжу бар, қорықтым, былай көңіл-күйім жақсы. Өте қиын өтті, себебі мен алғаш рет қатысып тұрмын Айғанат. Екінші турға өтем деген сенім бар, себебі мен өте көп дайындалдым. Жалпы Айғанат маған тек қана осы өз білімімен шектелмей, одан әрі дамуға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Екінші турға өтіп кетулеріңізге тілектеспін. Ең бастысы биіктерден көріңіздер. Айтпақшы, биыл Айғанат қорының түлектері, яғни аламниктар, координаторлардың және орталық офистің көмегінсіз бірінші турды өздігінше өткізді. Академиялық адалдықты сақтау үшін тестілеу аяқталғаннан кейін кітапшаларды өрттейміз.